Бәріңе сәлем. Соңғы күндері фокусымды тек жұмысқа арнаймын деп, өміріме, өзіме көңіл бөлуді қойдым. Сол себепті бүгінгі видеода спортпен айналысып, шопинг жасап, тамақтар пісіріп, өміріме анализ жасап, үй жинау арқылы өмірімді ретке келтіретін боламын. Ендеше біз бастаймыз. Бірақ кеше мені бүгін дорлап кетті. Енді өзімнен сұраймын. Уайымның қажеті не? Шынымен де осы маусым айы әртүрлі событияларға толы болды. Кәдімгідей күнде бірдеңе жасаймын, күнде ары-бері шауып жүремін деген сияқты. Күнде бірдеңе бүлдіремін. Соның әсерінен кішкене энергиям таусылып, шаршайсың ғой, күнде бақытты бола беріп, күнде күле беріп, әртүрлі эмоциялар сезіне беріп, иногда просто тоқтап, демалып дегім келеді. Кеше менде сондай бір момент болды. Кеше өзімді просто отпустить етіп, аружан не жегің келсе соны же, жатқың келсе жат. Ешкім оған сені ұрыспайды. Самый главный, өзің не сезініп тұрсың, соны жаса деп кеше, сөйтіп демалған түрім ой. Мини демалыстан кейін енді қайтадан өмірімізді ретке келтіру керек, қайтадан өзімді өмірге алып келуім керек. Бірақ та мен фокусымды кішкене өзгерткім келеді. Өйткені осы уақытқа дейін мен тек қана жұмыс деп жүрдім да, бірақ та өзімді ұмытып кеттім деген сияқты, немесе көңіл көтеруді, демалысты ұмытып кеттім. Поэтому осы жолғы менің фокусым өзімде болғанын қалаймын. Өзімнің өмірімді барынша насыщенный етуге тырысатын боламын. Плюс өзімді ретке келтіремін. Денсаулық жағынан болсын, тамақ жағынан болсын, сырт келбет болсын, или духовный жағынан болсын, өзімді ретке келтіргім келеді. Салоннан шықтым. Погода деген быт жетеді. Жел, қазір күн шығып, аспан ашылып, жылы болып қалды. Просто Астананың погодасы. Сүйіктім, кейде менің қалам шарым, өшіріп бүкіл шамдарым, алыстайды күн жүйесінен, сырғып қараңғылықпен, үзіндейді түрікті, сүйрелейді мұңдауын өзімен, сипалап саусақтың ұшымен, бейнеңді іздеймін түнікті. Давайте алған заттарымды көрсетейін. Астанада золотое яблоко ашылған екен. Сол жерден өзіме уходовый нәрселер алған болатын. Мынау менде так. Бізде бетке арналған осындай крем. Келесі ойбай. Осындай бізде аромат. Иісі прям күшті. Сыворотка бетке арналған. Осындай бір сыворотка. Жазда әсіресе бет күтіміме көбірек фокус жасаймын деп шештім. Өйткені көбінесе макияжды азайтып, керісінше көбірек күтім жасап, макияжсыз да бетім андай жылтырап, әдемі болып тұрған қалаймын. Поэтому осындай заттар алдым енді. Егер де қаласаңыздар, мен күтім жайлы бір видео түсіре аламын. Өйткені көбі сұрайды, қалай бетім тап-таза, анау деп. Поэтому жазып кетіңіздер. Айтпақшы да, егер де сіздер де осындай тиімді бағада золотое яблокодан сондай бір сапалы косметикалар алғыларыңыз келсе, онда осы промокод бойынша сіздер жеңілдік ала аласыздар. Сол себептен де скрин жасап алыңыздар и міндетті түрде онлайн заказ берген кезде осы промокодты қолданыңыздар. Өйткені солай әлде қайда арзанға түсетін болады. Бұны мен еще Зарадан мынандай бір күшті топ алдым. Кәдімгідей күшті ұнап қалды, осындай укороченный, ішінен бір майка киіп, жаздың салқын күндері киюге болады деп ойлаймын. Еще жазға осындай бір очки алдым. Негізінде мен алдында очки алған болатын, бірақ та оны жоғалтып алдым, таксиде қалдырып кеткен ғой. Енді осындай бір алып көрдім. Нақты маған жарасатын очкиді табу өте қиын болды. Мынаның өзін бір
Білмеймін, жарасып тұр ма, жарасып тұрған жоқ па білмеймін, бірақ пофиг деп баса салдым. А еще наконец-то өзіме осындай бір iPod салдым. Енді оригинал емес, реплика дейді ғой әйтеуір. Бірақ жақсы істейді деп айтты ғой, короче. Енді осыны киіп, ары бері жүргенде видеоларымды монтаждап, музыка тыңдап жүремін, короче, жүгіргенде еще. Прям керек еді. Өзім AirPods'ымды мен сындырып алдым ба, жоғалтып алдым ба, бірдеңе. Мейізбен арахис алдым. Менің арахисті жақсы көретінімді сіздер өте жақсы білесіздер. Наконец-то авокадо алдым. Конечно же, творог, жұмыртқа, қаймақ. Қазір творог пен қаймақтан бір күшті выпечка жасасам болады. Тиктоктан бір айс кофенің рецептін көргем, соны жасап көру үшін осындай бір кофе алдым. Чечевицадан прям езіп күшті сорпа жасауға болады екен. Бір жерден чечевичный суп ішкем ғой, прям күшті екен да, поэтому енді осыны жиі жасап тұратын боламын. Әйтпесе біз чечевичный суп вообще ішпейміз ғой. Мен мұнда өз қолыммен күштілеп тұрып жент жасап жатырмын. Осылай мейіз қостым. Бізде бүгін праздничный ужин. Мен домалық тастайсың. Білен кем болып миың ашып жүріп. Мен сияқты істеп көрсей сосын мен ашымай ма көреміз. Мамалар сияқты демеш. Сонымен біздің спагеттиіміз дайын. Ресторандағыдай салып қойыпты. Менің сіздерге арнаған, сіздерге арналады. Мен мұнда осы маусымның қорытындысын кетіру үшін кайсы балансы жасадым. Нақты осы айда мен отбасыма жақсы көңіл бөлдім деп айта аламын. Сол себептен 10-8 күшті емес, бірақ жаман да емес. Достармен тоже, в принципе, 10-нан даже 9. Өйткені біз өте күшті уақыт өткіздік. Духовность деген темаға келетін болсақ, именно осы нәрсеге мен мүлде назар аударған жоқпын. Яғни өзімнің іштей дамуыма, даже кітап та оқуды тастадым. Поэтому 10-нан мен 6 деп қоятын едім. Финансы жағынан 10-дан 6 деп қоям. Карьера жағынан өте жақсы.